Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 49 сабақ өзіңді тексер, қайталау сабағы. Бірінші тапсырма, есепті қысқаша жазбаша түрінде модельде және оны шығар. Мектептің стадионында 22 оқушы футбол және одан 10 кем оқушы волейбол ойнады. Неше оқушы волейбол ойнады? Бірінші есептің қысқашарын жазамыз. Берілгені футбол 22, волейбол одан 10 кем. Шешуі, бізде футбол ойнаған балалардың саны белгілі, 22-ден азайтамыз, одан 10 кем десе, яғни азайтамыз. 22-ден азайтамыз, 10-ды тең болады 12. Жауабы 12 бала волейбол ойнады. Енді осы есепті құрама есепке айналдыр және оны шығар дейді. Берілгені футболды ойнаған балалар 22, волейбол одан 10 кем, барлығы белгісіз. Шешуі, 22-ден азайтамыз, 10-ды тең болады 12. Бұл бізде волейбол ойнаған балалардың саны. Енді волейбол мен футбол ойнаған балалардың жалпы санын қосамыз, яғни 22-ге қосамыз 12-ні, тең 34. Жауабы барлығы 34 бала ойнап жүр екен, балалар. Екінші тапсырма, есептің сызбасын сал және оны шығар. Жұлдыз әр түсті қағаздан 12 ою, ал Мақпал одан 5 артық ою ойды. Қыздар қағаздан барлығы неше ою ойды? Ал есептің шартын жазамыз. Берілгені жұлдыз 12 ою, Мақпал одан 5 артық ою ойды. Енді барлығы белгісіз бізде. Шешуі, енді бізде жұлдыздың ойуы белгілі, ал Мақпал одан 5 артық болғанса қосамыз. 12-ге қосамыз 5-ті тең 17, яғни Мақпал 17 ою ойған екен. Ал енді барлығын табу үшін қыздардың қанша ою, әрқайсының қанша ою ойғандары белгілі. 17-ні қосамыз 12-ге тең болады 29. Жауабы қыздар барлығы 29 ою ойды. Енді осы есепке кер есеп құрастыр және оны шығар дейді. Енді кер есеп құрастырамыз, берілгені жазамыз. Мақпал 17 ою ойды, жұлдыз одан 5 кем, яғни 5 кем ба, азайтамыз. Және барлығы белгісіз. Шешуі, 17-ден азайтамыз 5-ті, тең 12. Енді бізде Мақпалдың да жұлдыздың да ойу белгілі болды. Барлығын табу үшін 17-ге қосамыз 12-ні тең 29. Жауабы қыздар барлығы 29 ойу ойды. Үшінші тапсырма, есепті шығар. Музыка үйірмесіне 16 бала қатысады. Олардың 2-і қобызда, 4-і сырнайда, қалғандары домбырада ойнап үйреніп жүр. Домбыраны неше бала үйреніп жүр? Ал енді есептің берілген жазамыз. Барлығы 16 бала. Ал қобызда 2 бала, сырнайда 4 бала. Домбырада белгісіз. Шешуін жазамыз. Бізде 2 аспапта ойнайтын балалардың саны белгілі. Демек, 2-ге қосамыз 4-ті тең 6 болады. Екінші жолы, енді бізде барлық балалардың саны белгілі 16. Одан азайтамыз. 2 аспапқа қатысатын балалардың жалпы саны 6. 16-дан 6-ны азайтамыз. Сонда тең болады 10. Яғни домбырада 10 бала үйреніп жүр екен. Жауабы домбыраны 10 бала үйреніп жүр екен, балалар. Төртінші тапсырма, есепті шығар. Шахмат үйірмесіне 32 оқушы қатысады. Дайындыққа 10 қыз және 20 ұл келді. Дайындыққа неше бала келген жоқ? Ал берілген жазамыз. Барлығы 32 оқушы. Қыз 10, ұл 20. Келмеген балалардың санын анықтауымыз керек. Шешуі, 10-ды қосамыз 20-ға, яғни қыздардың саны мен ұлдардың санын қосқанда болады 30. Енді барлық балалардың саны 32, бізде қыздар мен ұлдардың саны 30. 32-ден азайтамыз 30-ды тең 2. Жауабы дайындыққа 2 оқушы келген жоқ. Бесінші тапсырма, есепті шығар. Шаруашылықта 13 комбайн, 18 жүк көлігі және комбайн мен жүк көлігі қанша болса, содан 7-і кем трактор бар дейді. Шаруашылықта қанша трактор бар? Ал бізге берілген жазылып қойған екен, балалар. Комбайн 13, жүк көлігі 18 және осы екеуінің қосындысы қанша болса, трактор содан 7-і кем екен. Ал шешуін жазамыз. Бірінші комбайн мен жүк көлігін анықтауымыз керек. Яғни 13-ке қосамыз 18,
8-ді тең 31. Енді осыдан жүк көлігі жетеуі кем болғандықтан азайтамыз. 31-ден азайтамыз 7-ні тең 24. Жауабы шаруашылықта 24 трактор бар екен, иә балалар? 6-шы тапсырма, сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Ал суретке қараймыз. Bir жәшік алманың салмағы 21 килограмм. Ал себеттегі жемістің салмағы белгісіз, бірақ жаңа алма мен bir жәшік алма мен себеттегі жемістің екеуінің қосындысы 27 килограмм. Ал себеттегі жемістің салмағынан қарбыздың салмағы 2 килограммға артық. Ал берілген жазамыз. Жәшікте 21 килограмм, себет жәшік екеуі 27 килограмм, ал қарбыз себеттен 2 килограммға артық. Шешуі, бірінші 27-ден азайтамыз 21 килограммды, жаңағы алманың салмағын азайтамыз. Сонда бізде себеттегі жемістің салмағы шығады, яғни 6 шығады. 27-ден 21-ді азайтамыз, сонда 6 болады. 6-ға қосамыз 2-ні, себебі қарбыз бұдан 2 килограммға артық. 6-ға 2-ні қоссақ 8, жауабы қарбыздың салмағы 8 килограмм екен. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.